Сәлем достар, қалайсыздар? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жалпы қозғайтын тақырып бұл өз бақытыңызды, ісіңізді таппаудың себебін білесің бе атты тақырыпты қозғағым келіп отыр. Жалпы бұл туралы негізінен адамға 4 себеп қана кедергі болады бұл тақырыпта. Ең біріншіден ол сіз мақсат пен миссияны шатастырасыз. Яғни ол мақсат ол сіз қалайтын және де сіз алатын әрекет, ал миссия ол сіз беретін, сіз күш жұмсайтын әрекет болып табылады. Мысалы, сіз жұмыс жасайсыз, бірақ сол жұмыстан табыс алу арқылы табыс табу үшін сіз біріншіден оған уақыт, күш, энергия жұмсайсыз. Сосын барып жаңағы өз табысыңызды жұмыс істеуіңізге қарай аласыз. Яғни сіз бірінші бересіз, одан кейін аласыз. Екіншіден бұл сәтті күту. Екіншіден бұл сізге барлығы қолайлы болған, барлығы идеальный болған сәтті күтесіз сіз. Балам өссін, осы жұмысты естіле, ақшасын өсірмесе көремін, осы айдың аяғына дейін көрейін, немесе кейінірек жасаймын, ертең жасаймын деген сияқты кейінге қалдыру арқылы сіз өз уақытыңыздан жалпы қалып қоясыз. Яғни сіз бір идеальный сәтті солай күтіп жүресіз, аяғында өз ісіңізді таппайсыз. Сіз күткен ол идеальный сәт, ол ешқашанда болмайды. Идеальный сәт ешқашанда болмайды. Ең соңында сіз солай бір өзіңізге қолайлы сәтті күтіп жүргенде аяғында уақыт сізді қалай басқарып кеткен өзіңізде байқамай қаласыз. Үшіншіден бұл сіз ақша туралы көп ойлайсыз. Яғни бұны қалай түсінуге болады? Мына жұмысқа барсам, осы салада ақшасы көп, ең сұранысқа ие деген сияқты ойлармен солай өзіңіздің бағытыңызды шатастырасыз. Яғни сіз өз қабілетіңізге қарамайсыз. Яғни сіз бұл жерде бірінші алуды ойлайсыз, бірінші беруді ойламайсыз. Және де төртіншіден бұл жаңағы өз бақытыңызды табу кезінде ішкі дауысқа мән бермеу. Яғни ол ішкі дауыс дегеніміз не? Ішкі дауыс бұл сіздің ішкі ойыңыз, жалпы іштей ойлаған ойыңыз. Яғни бұны сіз бақытыңызды таңдау кезде өзіңіздің логикаңызды, өз ақылыңызды, өз мнениеңізді жалпы жақындарыңызға, ата-анаңызға, туыстарыңызға айтып ашыла алмайсыз. Керісінше олар сізге айтады: осы саланы оқысаң, осы салада кішкене ақша көп. Егер де мына саланы оқысаң, мынада мынандай болады деген сияқты ол сізге, керісінше ол сіздерге ақылын айтады. Яғни сіз соның айтуымен жүресіз, соның айтуымен жаңағы бағытыңызды таңдайсыз. Яғни сіз өзіңіздің ішкі даусыңызға, өз қабілетіңізге, яғни қандай қабілетіңіз бар, неге жақынсыз, соның салдарын білмегеннің әсерінен басқа бағытқа шатасып барып жатасыз. Яғни бағытыңызды таппаудың, яғни жалпы ең сүйікті жұмысыңыздың таппаудың себебі осы 4 себеп. Егер де достар видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаймыз. Каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар.